Ой, я! Мыналар қайда барады? Қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан салт дәстүрі мен әдет ғұрпы ұлт рухының өзегі. Әр дәстүрдің өз мәні мен маңызы бар. Олардың бірі бесікке салу дәстүрі. Бесік адам сатысы. Қазақ халқы бесіксіз үйде береке жоқ деп өмірге келер сәбиді асыға күткен. Мінекей, жеттік! Барлығы ән тыңдауға келген бе? Ғажап. Бесік қазақ өмірінің ажырамас бөлігі. Қазақта ел болам десең, бесігіңді түзе деген сөз бар. Ежелден аналар баласын бесікке бөлеп, оған бесік жырын айтқан. Бұл жыр арқылы ана баласына мейірімін, тілегін, арманын жеткізген. Ал сәби ананың дауысын тыңдап, тынышталып, тәтті ұйқыға кетеді. Ғылыми негізде де дәлелденген ақпаратқа сүйенсек, бесіктегі бала тез өседі, ұйқысы тыныш болады, мінезі сабырлы қалыптасады. Бесік тек ағаштан жасалған бұйым емес, ол ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа аманат болып келе жатқан ең құнды тәрбие құралы. Оның себебі өте көп. Біріншіден, бесік баланың денсаулығына пайдалы. Бала белі тік, қол аяғы түзу өседі. Екіншіден, бесіктегі бала таза жатады, әрі салқыннан қорғанады. Үшіншіден, бесік баланың жүйке жүйесін тыныштандырады, оның дамуын жақсартады. Ал медициналық тұрғыдан алғанда, бесікте жатқан баланың қан айналымы жақсарады, денесі біркелкі қозғалыста болады, бұлшық еттері дамиды. Ең бастысы, бесік сәбидің бойына ұлттық рухты сіңіреді. Әже мен ананың бесікті аластап, жыр айтып бөлеуі арқылы бала дүниеге келген сәтінен бастап ұлттық тәрбиенің дәмін сезінеді. Қазір бесікті қайта жаңғыртып, заманауи түрлерін шығарып жүрген шеберлер көп. Қалада тұратын жас отбасылар да баласын бесікке бөлеуді дәстүрге айналдыруда. Бұл халқымыздың салт дәстүрінің жойылмай, жаңаша өмір сүруінің белгісі. Бесік өткеннің ескірген мұрасы емес, болашақтың рухани тірегі. Әр дәстүр халықтың тарихымен тамырлас, болашаққа жол салар жарық сәуле. Біз бесікке салу дәстүрін ұлықтау арқылы ұлттық тәрбиемізді, рухани мұрамызды сақтаймыз. Ендеше ата дәстүрімізді қадірлей білейік, себебі бесік ұлттың алтын бесігі, болашақтың бастауы.